Балалары сөйлемей айтқанда да алып келеді, әке сөйлемей қалған бір кісілердің балалары сөйлемей қалып осында. Міне бүгін осында жүр ол кісілер. Баласы осындаға біртіндеп кеткеннен кейін балалары кәдімгідей уже ауызы сөйлей бастады. Ол кісілер қазір бүгін осында жүр. Сондай жақсылық нелер болып жатыр. Жаңағы бұл жерге рак ауруымен мына пойызбен бір осы лепсінің кісісі пойызбен келе жатады, Семей жақтан. Келе жатады да бір орыспен танысады. Алматыға кетіп бара жатқан. Содан екеуі жөнін сұрасып әңгімелесіп отырғанда жаңа орыс әңгімесін айтады. Мен осы Новосибирскіде тұрамын. Рак ауруымен ауырамын. Мына больницадан маған үйіңе барып дайындал, туыстарымен қоштасып, жақында бір 3-4 айда қайтып өлесің деп, сонымен қоштасуға кетіп бара жатырмын деп жөнін айтады біздің лепсінің қазағына. Содан ана кісі отырады айтады, сен қорықпа, сен өлмейсің. Сен мына біздің үйден түс, менің үйіме, лепсіден. Бізде ата бар, ата қалып барамын мен сен дейді да, лепсіден түсіріп алып қалады ана кісі. Ана орыстың үйіне алып барады. Содан ертеңінде бір қойын салып алып, үйден осы атаның басына әкеліп тастайды ана орысты. Содан ана кісі 3 күн осында жатады. 3 күннен кейін жаңағы қайтадан алып барып, пойызға салып жібереді, Алматыға барып, туыстарымен қоштасып, жаңағы орыс кісіміз. Содан үйіне қайтып барады ғой, Новосибирскіге. Новосибирскіге қайтып барып еді, ана врачтар өлесің деген күні өлмейді. Содан врачтарға барады, мен сендер өлесің деген мен өлмедім. Міне әлі жүрмін. Не болды десе, врачтар қайтадан тексереді ғой, керек деп. Анализ алып жаңағы тексерсе, жаңағы раковый опухоль жоқ дейді, как будто болмағандай. Содан ана кісіден сұрамаймын, сен не іштің, қандай дәрі іштің, қалай бұл жоқ болып кетті, сен раковый опухоль десе, ана орыс айтады, мен Қазақстанға лепсі деген станцияда Көтен-Тау атаның басына бардым дейді. 3 күн жаттым, болды дейді, басқа дәрі де ештеме ішкен жоқпын десе, ана врачтар сенбейді дейді. Сол кісі осы міне, осы атаның басына осы бір 2 жыл болды келмей қалғанына, жылда келетін, рахметін айтып. Анау Новосибирскіден келіп, осы атаның басына подаркаларын алып келеді, мынау атаға подарок, мынау шырақшы подарок деп осында келіп жүретін. Жылда келіп рахметін айтып, ризашылығын детін. Осы бір 2 жыл болды келмей қалғанына, мен ойлаймын, енді ол кісі қартайып кетті ма? Шекара жабық қой анау індеттен, ковидпен. 2 жыл болды келмеген, айтпаса жылда келетін. Осында келіп, кәдімгідей бір жеті жатып кететін. Сондай ризашылығын білдіріп, атадан келіп осы ем алғандар, ондайлар көп. Осында келіп ризашылығын білдіріп жатады, келіп атадан осы емделіп едім деп. Былтыр мына Алматыдан бір кәріс жігіт келді, Горгазда жұмыс істейді екен. Сол кәріс жігіт қар, боран, январ айында келді. Содан мен сұрамайын бе, сен қарлы боранда жалғыз өзің кәріс екенсің, атаны қайдан білесің деп. Содан ол жігіт маған айтады, осыдан дейді 20 жыл бұрын мына больницадан шешемді шарпы сатыраға барып дайындалды. Содан жылап сықтап отырғанда бір досым бар еді дейді, Ақсудың жігіті. Сол айтты дейді, лепсіде Көтен-Тау ата бар, соған апарайық маманды. Содан осында алып келдік дейді. Сол шешем әлі тірі дейді, әлі жүр дейді. Сол енді өзім алып қалдым деп кепті осында, шипа сұрап. Кореец жігіт.